Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге жұмыртқа аршу әдісін қалай жасаймыз, соны айтатын боламын. Бірінші, компьютерге жұмыртқаның суретін және тапсырмасын дайындап аламыз. Міне мына жерде мен жұмыртқаның суретін шығарып алдым компьютерден және арнайы тапсырма дайын тұр. Сәйкестігін өлшеп аламыз. Бірінші, міне тапсырманы мен сіздерге анықтап көрсетейін. Бұл тамақ тақырыбына байланысты дайындаған жұмысым. Компьютерден шығарып алдым тапсырманы және жұмыртқаның суретін. Енді екеуін біріктіруіміз керек. Жұмыртқаны тапсырмамен бірге байланыстырып желімдейміз. Тапсырманы астына, жұмыртқаны үстіне қойып суретін бірге желімдейтін боламыз. Енді желімдеген кезде оның ортасын желімдемейміз, жан-жағын желімдейміз, себебі тапсырма ортасында ашылған кезде нақты көрініп тұру қажет. Міне жұмыртқамыз желімденді. Енді қайшымен қиюға дайын. Міне дайындап қиып алдым. Төртбұрышты ретінде. Мына жерде мен жұмыртқамды мен сіздерге дөңгелетіп қиып көрсетіп жатырмын. Осылайша әдемі жасауға да болады. Міне аршу, жұмыртқаны осылай аршып, оқушылар өзінің тапсырмасын орындай береді. Мінекей дайын тапсырмалар. Ап-анық көрініп тұр. Ішінде тапсырма 4 топқа бөлінген тапсырманы оқушылар жылдам орындап, өз бағаларын алады. Міне осы әдіс менің өзімнің сабағыма қатты көмектесіп жүрген әдістің бірі. Себебі топтағы белсенді емес оқушыға жұмыртқаны аршу жұмысы міндетіне берілгендіктен ол оқушыда басқа оқушыларға көмектесу үшін жұмыртқаны тезірек аршуға талпынады және тапсырманы тез орындауға талпынады. Сөйтіп оқушының басқа оқушылармен бірге тез жұмыс жасауға деген қызығушылығы артады. Сіздерге де осы әдіс ұнайды деген ойдамын. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп алыңыздар.